Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен 10 айлық сәбидің дамуымен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп жазылып алыңыз. Егер жазылып алған болсаңыз, менің арнамды жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ата-ана аңғарымпаз әрі ұқыпты болса, баланың жаңа мінез құлықтарын елеп көріп байқап отырады. 10 ай сәбидің мінез құлқының қалыптасуының қарқын алатын кезеңі. Бұл кезеңде бой өсуі бір шама бәсеңдейді. Шамамен 71-76 см, салмағы 8,5-11 кг аралығында. Сәбидің ерекшелігіне қарай болады. Бұл кезеңде сәбиіңіз сіздің айтқан сөзіңізді түсіне бастайды. 9 айында жасаған әрекеттерін одан әрі дамытады. Төсектен өз бетімен тұрып, отыра алады, белсенді еңбектейді, биікке шығуға әрекет жасайды, бір қолымен екі затты бірдей ұстай алады, бір орында ұзақ отырады, ойыншықты лақтырады, ұнаған затын бермейді, қайталайды, яғни сіз күлсеңіз күледі, іс-әрекет, сөздеріңізді қайталауға тырысады, алғашқы қадамдарды басады, бейтаныс адамдардан қорқып жатырқайды, әуенге билейді, бірнеше сөз айта алады. Қасықты ұстап үйретсеңіз, тағамды өзі ішеді. Қолын беру, қол шапалақтау, қоштасу сияқты нәрселерді біледі, көргенін істейді. Алғашқы тістері болса, оның саны 4 немесе 6 болады. Егер болмаса, дәрігермен кеңесу қажет. Ішек, ас қорыту қызметтері жақсы болатын болса, сәби тәулігіне 1-2 рет как етеді. Осы айдан бастап сәбиді түбекке, яғни горшокқа отырғызуды үйрете бастау керек. Сәбиді киіндіргенде, жуындырғанда, ойнағанда онымен әрдайым жылы сөйлесіңіз. Балаларға арналған қысқа өлең айтсаңыз өте жақсы. Сәби сөзбен сөйлем мағынасына, ырғағына көңіл аударатын болады. Қанша ашуыңыз келсе де, балаңыздың көзінше ұрыспаңыз, айқайламаңыз. Сәбиіңізбен 5-6 сағат таза ауада болыңыз. Қол шапалақтау, жасырынбақ, қуып жетем ойынын ойнаңыз. Ол бала үшін өте қызықты көрінеді. Жеке тазалығына мән беріңіз, жаттығу жасаңыз, емізуді жалғастырыңыз, қосымша 3 мезгіл тамақ беріңіз. Егер бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздің сәбиіңіз 10 айында қалай дамыды? Пікір қалдырып бөлісуді ұмытпаңыздар.